Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада дайындалатын ерекше ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай қуыратын көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Бұл жерде болгар бұрышы, бір дана пияз және 2 тісше сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Міне барлық көкөністерімізді осылай турап алып, енді қуыруға апарамыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте фаршымызды саламыз. Фаршымызды қуырамыз және фаршымыз осылай қуырыла бастаған сәтте үстіне пиязымызды, сарымсағымызды салып араластырамыз. Пиязымыз осылай қуырылғаннан кейін үстіне сары және қызыл түсті болгар бұрышын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш және паприка дәмдеу үшін саламыз. Жақсылап араластырамыз және де қабықсыз блендерден өткен помидорымызды құятын боламыз. Егер сізде блендер болмаса, помидордың сыртқы қабығын алып тастап, теркадан өткізіп қоссаңыз болады. Және де петрушкамызды қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Міне осылайша біздің тағамымыздың ең негізгі бөлігі дайын болды. Енді картошкамызды жуып тазалап, жұқа етіп турап шығамыз. Барлық картошкаларымызды осылай дөңгелек түрінде, өте жұқа пластинка түрінде турайтын боламыз. Картошкамызға тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Формамызға ешқандай май жақпаймыз, бірден осылай картошкамызды тізіп шығамыз және де үстіне дайын тұрған фаршымызды саламыз.
Осылай біркелкі етіп фаршымызды жайғастырғаннан кейін үстіне тағы да бір картошкамен өтіп шығамыз, яғни картошканы үстіне тағы да салатын боламыз. Осы картошкамыздың үстіне фарштың екінші бөлігін жайғастыратын боламыз және үстіне қалған картошкаларымызды қойып шығамыз. Енді тағамымыздың үстіне соус дайындауға кірісеміз. Бір ас қасық көлемінде сары майдың үстіне ұнымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз және де сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап баяу отта қоюланғанша ұстаймыз. Үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз және де қоюланғанша үзбей араластырып тұрамыз. Міне бізде масса осылай қоюлана бастады, яғни дайын деген сөз. Дайын болған соусымызды картошкамыздың үстіне құйып шығамыз. Барлығын тегістеп шығамыз және де алдын ала қызып тұрған 200 градуста 50 минут пісіреміз. Пісуіне 5 минут қалған кезде шығарып, бетіне сыр себеміз, яғни ірімшікті үккіштен өткізіп бетіне себетін боламыз және қайтадан сырын ерітуге жібереміз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Осылай дайын болған тағамымызды бірнеше бөліктерге бөліп ұсынатын боламыз. Міне біздің тағамымыз осындай болып шығады. Картошкасы да, еті де барлығы толықтай піскен, өте дәмді тағам болып шығады. Біздің болонез соусымен өте жақсы үйлесім тапқан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаған болса, мені қолдап лүпіл басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеліп қойыңыз. Қош сау болыңыз.